болула керек аламаттарың, көрдің азаматтардың аттың үстінде, серке алып теңгеніліп садағат. Болса, Бақаевтар әулетінің атынан Боран аттығынан 11-ші нөмірде Қызылорда облысы Қалиев Марат Алла жар болсын, сәттілік. Сонымен қазір төрешілердің барлығы ортаға шақырып келе жатқан сәтінде ережені тағы да бір мұқият түсіндіріп бара жатыр. Қашып кетуге болмайды. Ережені мықтап ұстаныңдар жігіттер, бақ пен бабына біреудің кедергі келтірмеңдер деп айтып жатыр. Оның барлығы дұрыс. Қазір міне 4 бірдей төреші ортада қазір кесек көлденеңнен тұрып алған. 5-ші нөмірде жауынгер Айтқабыл Нұрали тізгіндейді. Ал шықты қазір. Шықты. Біз таныстыра берейік құнандарымызды. Айтқабыл Нұрали Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Сарманов Ильяс Абдулашим Рамазан тізгіндейді. Қызылорда облысы жергілікті тұлпар, ескерте кетейік. Дулатұлы Мағжан мырзаның тұлпары Рахатов Ерсайын баптайды. 7-ші нөмірде Тараз есімді тұлпар Жазыбай Нұрлыхан тізгіндеген. Жамбыл облысының тұлпары Бақыт Мұрат ат иесі. Жаңада Бақыт Мұраттың аты шапқанын білеміз біз. Күшібаков Құбат баптайды. 8-ші нөмірде Асыл Қара Таңат Нұрасыл тізгіндеген. Жамбыл облысы Қырғызбек Олжас Нұрболатұлы тізгіндеген. Алматы облысы Жамбек шаруа қожалығы Данияр Мамытов баптайды. Боран 10-ші нөмірде Түлен Төрегелді тізгіндеген. Жамбыл облысының тұлпары Бақаевтар Нұрғали тізгіндеген. Жамбыл облысының тұлпары Сұлтанбеков Әуеспек мырзаның тұлпары ат иесі де баптаушы Күдебаев мырзаның тұлпары Темірлан Мырзақұл баптайды. 19-ші нөмірде Қарақат Бақытбек Жоламан тізгіндеген. Жетісу облысы Мадина шаруа қожасы. 19-ші нөмірді айтып өттік. Енді 20-ші нөмір Айғабақ арымдап қойған тұлпарлар екен көрініп тұр. Төлеген Нұрали тізгіндеген. Қызылорда облысы Ақбергенов Шайзат мырзаның тұлпары Төлеген Нұрали баптайды. Және Белла. Белла да Талдықорған іріктеу кезеңде бірінші келген тұлпар. Дайрабай Мақсат тізгіндеген. Қызылорда облысы Тасықбаев Амангелді мырзаның тұлпары Төлеген Нұрали баптайды. Екі-бір соңғы айтылған Айғабақтың да Белланың да бапкері Төлеген Нұрали екен. Тасып келе жатыр. Әзірге алдыңғы топта, артқы топта бөлінбей бір жерде ғана жинақы келе жатыр. Енді осы айналымнан кейін қашу сәті, ұзау сәті басталады. Әзірге бәрі бір-бірін бағып келе жатыр. Бізде 10-ші нөмірдегі тұлпар ішкі айналыммен келе жатқан тұлпарымыз күші бар екені көрініп тұр. 20-ші нөмірде және де 13-ші нөмірде. Бізде бұл жерде 10-ші нөмірдегі тұлпарымыз Боран атты тұлпарымыз. Өйткені әлде болса бұл жылдамдығын жаңағы бір сәтте қолтумалармен қазір салыстырамыз. Олы да біз үшін ерекше дүние болады. Себебі қолтуманың жылдамдығы. Мінекей қадірлі көпшілік, мінекей 6 құнан, 7 құнан жіпке тізгендей қатарласып бара жатыр. Қатарласып келе жатқан құнандарымыз қазір және ескерте кетейік. Қазір бізде 18 құнан қатысып жатыр, қатысқан болатын. Теу ғана шауып жүретін, ал биыл яғни көбірек болып жатыр деген сөз. Көзге ерекше түсетін Қарақат есімді тұлпар бар. Бақытбек Жоламан Жетісу облысынан келген Мадина шаруа қожалығы. Сыртқы айналыммен шауып бара жатыр. Жалпы Талдықорған бапкерлерінің барлығы сыртқы айналыммен шапқаны жөн санаймын. Өйткені осының алдында да Қамза сыртқы айналыммен шауып, өзі жеке дара бөлініп шыққысы келген еді. Ашаға тықсым көрмей, өз еркімен айналып шауып. Бұл жерде тұлпар қызықты әңгімелер айтады. Бұл жігіттер кейбір қырықта қамала алмай жүрген жігіттердің әңгімесін осы жердегі 13-шінде отау иесі жігіттер біраз әңгімені жақсырақ айтатыны түсінікті. Енді қазір тұлпар тізгіндесе келешекте ел тізгіндейтін мықты азаматтар осы жігіттер екенін біз жақсы білеміз. Міне бір тұлпардан қазір құнаннан құлап қалғандай болып көрінеді, бірақ бұл ер тоқыммен жүрген төрешілер. Өте тәжірибелі және де бапкердің де нұсқауы қатты әсер етеді Жабандозға. Талай сәттерді көрдік қой, артында келе жатқан тұлпарды бағамдамай қалып кешігіп кіріп. Қазір үшеуі бірдей ақылдасады. Бапкер, жаки, тұлпар.
және кей кездері жарақат алып қалмаудың амалын алғышарттарын жасайтыны анық. Қазір 4-ші ішкі айналыммен шауып бара жатыр, және 10-шы нөмірдегі боран. Қызылорданың бораны былай тұрсын, қазір осы жерде боран 4-ші, 15-ші, 3-ші, 11-ші, 5-ші, 14-ші, 19-ші. Бірақ алдыңғы үштік және арттығы 4, 3-ке 4 деп айта кетейік. Өйткені алдыңғы штопта 19, 16, 4-ші нөмірде келе жатыр. Ол сүлік қара, 16-ші нөмірде бізде ақпарат. 19-ші нөмірдегі тұл. Қолдау көрсетіп отырыңыздар. Қошемет, құрмет, қайда! Ал талас басталды. Қараңыздар, қазір басып озатын осы жерден асықпау керек. Жетісу облысы Мадина шаруа қожалығы. Керем. Осы жерде бір бақ бізге қара тартып кеткен секілді көрінді маған. Ерке торы және таласып келе жатыр. Лашын. Қазір көрейікші, ерке торы мен лашын. Ерке торы мен лашын жоқ, жеткізбей кетті. Қазір ерке тор. Біздікі, жеріміз өзіміздікі, мемлекет біздікі, құрметті ағайын. Шабама, бап шабама онда көреміз. Қазір бақтың бабы сәл келмей қалған екі келді. Ал бекер қара тартпайды әрине. Міне қарақат деген атқа ұйқас болып та кетіп жатыр. Қарақаттың қасындағы бақ қара тартты да бақтың бабы қатар ұштаспай қалғандықтан осылай әрине бұл екінші орын үлкен жетістік. Мынадай жылдамдықта осындай компаниямен көрсеткенін күтеміз әлбетте. Бір нөмірді алып шығатын болады. Сонымен марапаттау рәсімі дәл қазір Лашын. Жеңімпазын марапаттаймыз. 4-ші орын сахна төріне музыка рахмет. 4-ші орын Шабандозы Мырзағали Нұрғали бапкері Сұлтанбеков Тілек Әлшер бірінші орыннан түскісі келмейтіні анық. Бұл